Қайырлы күн, баршаңызға сәлем. Бүгінгі демалыс күндеріңізге сәттілік. Бүгін біздер сіздермен осындай шарлотка дайындайтын боламыз. Бізге керек ингредиенттер: жұмыртқа, алма және осындай шарлотка. Кез келген магазинде сатылады, алып көріп дайындап көріңіздер. Ең алдымен бізге керегі жұмыртқа. Ең алдымен жұмыртқаларымызды жарып, кішкене шым-шым тұз қосып, жылдамдықты кішкене 30 секунд арасына қоса отырып миксерлеп аламыз. Менде үй жұмыртқасы. Сіздер қалаған жұмыртқаларыңызды пайдалана беруге болады. Магазиннің жұмыртқасында алуға болады. Осылай жылдамдықты көбейте отырып миксерлегенде біздің жұмыртқамыз көпіріп ақ түске ену керек. Соған дейін миксерлейтін боламыз. Міне бізде осындай масса дайын болды. Енді біздер осындай шарлоткаға арналған дайын смесімізді қосып толықтай араластырамыз. Араластырғанда мұқият болыңыздар, арасында комок қалмау керек, түйіршіктер қалмау керек. Толықтай араластырып аламыз. Және жаңағы екі алмамызды ұсақтап турап аламыз. Мінекей біздің дайын болды. Тестімізға енді алмамызды қосып, күрекшенің көмегімен араластырып аламыз. Осы уақытта отымызды қыздырып аламыз. 180 градус температурада пешке 30-35 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Менде жүрекше форма алдым. Сол жүрекше формаға салып жасадым. Сіздер қалауларыңызша 4 бұрышты немесе дөңгелек формаға жасауларыңызға болады. Осылай формамызды пергамент қағаз төседім астына, және де жан жақтарын астына бәріне май жағып шықтым. Мінекей біздің жүрекше тәріздес формамызға дайын болған тестімізді салып, және бетін әсемдейтін боламыз. Бетін әсемдеуге алманың, сол жаңағы екі алманың ішінде жетеді. Жіңішкелеу етіп турап аламыз, және бетіне әсемдік үшін салып шығатын боламыз. Мінекей біздің шарлоткаларымыз өте әдемі болып пісті. Енді оны формамыздан жан жақтарын пышақтың көмегімен осылай видеода көрсеткендей етіп формадан алып аламыз. Әдемілік үшін бетіне қант ұнтағын себуді ұмытпаңыздар. Мінекей қыздар, біздің өте керемет, өте дәмді, жұмсақ шарлоткаларымыз дайын болды. Дәмі деген керемет сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Сондықтан өздеріңіз жасап көріңіздер. Кеңес беремін. Өте керемет, жұмсақ. Сондықтан менің видеоларымды өткізіп алғыларыңыз келмесе, менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып кетіңіздер. Сіздермен әлі керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.